Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Міне бүгін біз әріптестермен Қарақатқа шықтық. Таза ауа, мамыражай бір табиғат. Табиғаттың өзі қандай керемет. Мына тоғай Жигіда деп аталады. Бұл енді күзде пісады. Бізде баяғыда Гүлназ Тұрсынова деген детский врач болды. Сол бір күні толғанайым қатты ауырып, сонан кейін ол кісі айтады ғой, балаң немене, жедіға жеді ма деп. Сол секілді жедігалар күзде пісады. Әзірге біз Қарақатқа келдік. Мына жер неге термедіңіз, Шерниязова Жұлдыз? Жоқ. Қарақатқа шыққанбыз. Содан қалың жаңбыр келе жатыр. Сосын біз алдық та бір жерге келіп, осындай бір қазандықтың ішіне кіріп кеттік. Оның ішінде Касенова бар, Гүлбаршын бар, Зәмзәм мұғалім бар. Біз бір осындай қазандықтың ішінде паналап тұрмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, бүгінгі күнімізден қызықты күндер болатыны сөзсіз. Міне біз 18-ші разъездің жолымен келе жатырмыз. Қарақат жоқ ешқандай, күн осындай болды. Міне Алматинский трасса. Бірақ өзімізге ұнады. Күнне жұмыс істей бермей, бүгін бір дем алдық. Менімен бірге болыңыздар. Бірақ бүгін біз Қарақат тере алмадық. Құрметті менің көрермендерім, соны айтам. Давайте алыстан түсірейін сендер татым. Міне, мына мені әріптестерім, достарым, көршілерім, бәрінің шелегі бос. Бәрі недовольны. Өйткені Қарақат болмады. Жаңбырда рисковать етіп келіп едік, сонда да Қарақат болмай қалды. Жоғи. Қайтейін. Мына жақта жасыл, қызыл жанып тұр, түсейік жолдан балалар. Күн болды. Қарақат жоқ екен. Құрметті менің көрермендерім, бүгін түстен кейін өте қатты жаңбыр жауды. Біз Қарақатқа бардық. Қарақатта ештеңе таппадық. Біз алысқа кеткенбіз ғой. Сөйтсек үйдің маңайында Қарақат бар екен. Алла қаласа ертең сол жаққа барамыз. Енді мен сіздерге көрсетейін дегенім, менің міне малиналарым пісіпті екен. Даладан біз Қарақат іздеп жүрсек, үйде менің малиналарым пісіпті. Енді сіздермен бірге болып жатқан әдеттегідей Ардақ Әлібековна, менің пайдалы кеңестер аккаунтыма жазылыңыздар. Мен осы малинаны осыдан 2 жыл бұрын бір кішкентай ғана отросткаларын әкелгем. Бала шағам осы мен енді осы малиналарды, жалпы малинаның, бүлдіргеннің, Қарақаттың қайдан шығып, қалай өсетінін балалар білсін деген мақсатта отырғызам. Өйткені олар ертең банан қай жерде өседі, банан картошка ұқсап, ана шөптің түбінен шығама деп отырмасын деп, бала шағам көзбен көріп, дәмін татып, өссе екен деген мақсатта өсіремін. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна, менің каналыма міндетті түрде жазылыңыздар. Сіздермен мен қызықты ақпараттармен бөлісемін. Сау саламатта болыңыздар. Малиналары